Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода табада осылай бүтіндей тауық етін қып-қызыл етіп қуыратын боламыз. Ал сіздер ең алдымен менің каналыма тіркеліп қойыңыздар және де видеоны соңына дейін қарап, осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен тауығымызды осылай екіге ажыратып алатын боламыз. Төс етін осылай екіге бөлеміз. Бөліп болғаннан кейін ішкі құрылыстарын барлығын тазалаймыз. Одан кейін ағынды суда жақсылап тұрып тауық етін жуып аламыз. Жуып болғаннан кейін етімізді жақсылап осылай салфеткамен құрғатып шығамыз. Құрғатуымыздың себебі мариновка біздің етімізге жақсы сіңу керек, ағып кетпей. Құрғатып аламыз. Құрғатып алғаннан кейін төс етін осылай екіге бөлеміз. Бөліп болғаннан кейін барлық жерін жақсылап тұрып ұрғылап шығамыз. Барлық жерін жақсылап ұрғылап шыққаннан кейін мариновкамызды дайындаймыз. Ең алдымен осылай чесноктың барлығын турап аламыз. Сұйық май және де өздеріңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қосасыздар. Мен де бұнда дайын видеоның астында барлық толық рецептісін жазып кететін боламын. Өзіңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қосып мариновка жасай бересіздер. Осылай мариновкамызды, майымызды осылай тауықтың бүткіл жеріне жақсылап тұрып жағып шығатын боламыз. Қолымызбен ысқылап барлық жеріне осылай жағамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай екі қолмен жақсылап жағып алдым. Одан кейін осылай пищевой пленкамен орап, холодильникке жарты сағат не бір сағатқа мариновкаға жібереміз. Тауығымыз дайын болғаннан кейін табамызға сары майды салып, қызып тұрған майымызда тауықты қуыратын боламыз. Қызып тұрған майға осылай салып, үстінен ауыр затпен басып қоямыз. Сонда барлық жері әдемі болып қызарып қуырылады. Мен осылай үстіне шәугімге су құйып, солай басып қойдым. Сіздер өз қалауларыңызша бассаңыздар болады. Мінекей осылай әдемі болып қызарады. Келесі бетіне осылай аударып, екінші жағында дәл солай қызартып пісіреміз. Біздің тауығымыздың екі жағы да бірдей қып-қызыл болып қуырылып шықты. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.